Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздер мен Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жаз мезгіліне арналған ыстық күнде ең керекті салқын сусын, кереметтей мохитоның дайындау жолын көрсететін боламын. Құрамы өте қарапайым заттардан тұрады және де көп нәрсені қажет етпейді. Ең бастысы, қонақ келгенде осылай ерекше әдіспен мохито сусынын ұсынсаңыздар 100% ұнайды деген сенімдемін. Біз екі түрлі мохито дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен 3 дана клубниканы кубиктап турап бірінші ыдысымызға саламыз. Енді мята жапырақтарынан кесіп, екі бөлек ыдысымызға бөліп саламыз. Екі дана ашылған кивиді шанышқының көмегімен еземіз. Екінші ыдысымызға езілген кивиді саламыз. Лайымның кесілген екі тілігін екі бөлек ыдысымызға саламыз. Апельсинді де кесіп екі бөліп саламыз. Енді мұзды бөліп саламыз. Менде мұз қатыратын ыдыс болмағандықтан осылай тарелкаға су құйып мұздатып алдым. Енді 50 граммнан сироп құямыз. Осындай мохитоға арналған сироптарды кез келген дүкеннен таба аласыздар. Осындай сиропты бір алып қойсаңыздар, ұзақ уақытқа дейін қолдана аласыздар. Келесі холодильникте салқындатылған газдалған минералды суды құямыз. Негізінде мохито жасау үшін сильно газированный су қажет болады. Мохито жасағанда бізде газ ұзақ уақытқа дейін шыдап тұруы қажет. Сіздер Бонаква немесе оқжетпес фирмаларының газдалған суын қолдансаңыздар болады. Егер де болмай жатса, кәдімгі обычный сарыағашты да қолдансаңыздар болады. Мохито жасаған кезде ең басты фишкасы осы газында болып саналады. Енді шанышқының көмегімен түбіне дейін жақсылап араластырамыз. Дәмі ресторан, кафедегіден де керемет болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен болған Айгерім. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып және де пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесіде кездескенше.